Бүгінгі лекцияның тақырыбы дидактикалық бірліктерді ірілендіру, математикалық білім беру технологиясы. Қазіргі кездегі математикалық білім баланың интеллектісін, дербес ойлауын дамытуға бағытталған. Бұл салада біз сөз еткелі отырған технологияның алар орны ерекше. Дидактикалық бірліктерді ірілендіру деп аталатын математикалық білім технологиясы 1964-1996 жылдар арасында академик Эрдинеттің жетекшілігімен жүргізілген теориялық және тәжірибелік ізденістердің практикалық жұмыстың нәтижесінде өмірге келді. Эрдниев дидактикалық бірліктер деген ұғымды осыдан 20 жыл бұрын енгізген. Автор оқу материалының кіші көлемде берілетін ақпаратты алып тастамай, тек олардың құрылымын өзгертіп, ірілендіріп беруді ұсынады. Бұл жағдайда материал терең меңгеріліп, ойлауға, дамуға өріс ашады. Академиктер Журавлев, Маркушевич тағы басқалары бұл технологияның тиімділігін атап өтіп, ғасыр идеясы деп таныған. Жоғарыда аталған ғалымдардың ой-пікірлерімен келісе отырып, оқушының ақыл ойының дамуы, математикалық ой өрісінің кеңеюі, танымдық қабілеттерінің дамуы дәл осы әдістемені қолдану барысында жеделдейтіндігін өмір көрсетіп отыр деуге болады. Оқушының білімінің сапасына әсер ететін факторлардың бірі оқулық болса, ондағы жаттығулардың мәні, мағынасы, мүмкіндіктерінің рөлі зор. Бүгінде жаңашыл технология ретінде осы технология әртүрлі аймақтарда кеңінен қолданылуда. Мысалы, Калмыкия республикасында, Екатеринбург, Самара, Хабаровск, тағы басқа қалаларда тәжірибеден өткен. Республикамызда 1997 жылдан бері енгізіліп жатқан профессор Оспановтың жетекшілігімен жазылған математика оқулықтары осы теорияға негізделген. Сондықтан оқушының жеке басын дамытуға бағытталған бұл әдістеме мен бүкіл бастауыш мектеп мұғалімдері жұмыс істеуде деп толық айтуға мүмкіндік бар. ДБИ әдістемесін жүзеге асырудың басты қағидалары мынандай. Бірінші, қарама-қарсы ұғымдарды әрі өзара байланысты операцияларды қатар оқыту. Екінші, тура есепке кері есеп ойлап табу, шығаруды кеңінен қолдану. Үшінші, деформацияланған жаттығуларды пайдалану. Төртінші, өз бетінше шығармашылыққа берілетін тапсырмалардың үлес салмағын артту. Осы қағидалардың әрқайсысына жеке тоқталып, олардың оқушыны ойлауға үйрететін мүмкіндіктерін аша түсейік. Оқыту практикасы қосу мен азайту, көбейту мен бөлу, бұрынғыдай 4 бөлек тақырып етіліп өтілмей қатар ұсынудың тиімділігін көрсетіп отыр. Біріншіден, бұрыл арқылы оқу уақыты 20%-ға дейін үнемделеді. Ал үнемделген уақыт білімді тереңдетуге өте қажет. Екіншіден, ойлау операциялары арқылы баланың дамуы жеделдейді. Оқытудың гумандық, ізгіліктілік принциптеріне сәйкес оқушы мен мұғалім арасында жаңаша қарым-қатынас қалыптасады. Мысалы, түріндегі 4 аралық операцияны пайымдау арқылы шешу, ойлау әрекетінің ішкі потенциалды резервтерін ашуға көмектеседі. Анюхин тұжырымдамаларымен айтсақ, табиғаттың айнымас заңдылықтарының бірі кері байланыс заңының іске қосылуымен тиімді. ДБИ технологиясының басты ерекшеліктерінің бірі
кері есептерді шығару. Кері есеп ұғымы ғылымға өзіміз жоғарыда айтып өткендей академик Анохин енгізген. Кері байланыс, афферентация деген психологиялық ұғыммен байланысты. Кері есептерді шығару, тура есепті кері есепке айналдыру арқылы баланың белсенділігі, қызығушылығы артады, шығармашылық дербестік пайда болады. Математикалық әдебиеттердің мынандай ережені көп кездестіруге болады. Математикадағы басты нәрсе ұғымдарды ой елегінен қайта өткізе білу. Кез келген тура есепті кері есепке айналдыруда бір сан екі рөлде болады. Біріншіде екі санның қосындысы, көбейтіндісі түрінде болса, екінші жағдайда айырма не бөлінді қызметін атқарады. Жаңа буын оқулыққа 5 түрлі қосындыға табу, қалдықты бірнеше бірлікке артық, не кең санды табуға, айырмалық салыстыруға берілетін есептердің кейбіріне кері болып табылатын есеп ретінде белгісіз қосылғышты, азайғышты, азайтқышты табуға байланысты есептер бірінші сыныптан бастап енген. Кері есеп ұғымы алғаш көрнекіліктер арқылы түсіндірілуі тиімді. Мысалы, столға 5 кітап қойып, оның жанына портфельді орналастырған соң, мына есеп айтылады. Столда 5 кітап бар, ал портфельдегі кітаптардың 3-і артық. Портфельде қанша кітап бар? Бұдан соң не белгілі, не белгісіз, артық па, кем бе екенін анықтауға арналған сұрақтар беріліп, жауаптар алынады. Есеп шығарылады. Кері есепке көшер алдында столдағы кітаптарды алып тастап, балалар портфельде 8 кітап бар, ал столдағы кітаптың одан 3-і кем. Столда неше кітап бар? Есеп шығарылған соң, алдыңғы есепте не белгілі болды, нені таптық, ал соңғыдашы деген сұрақтарға жауаптар алынады. Белгісізді бірінші жағдайда қандай амалмен тапқанымызды анықтаймыз. Содан кейін ғана кері есеп ұғымы енгізіледі. Осы типтердегі есептерді көрнекіліктер арқылы шешуді меңгерген кезде төмендегідей абстрактылы есептерге көшуге болады. Білім беру технологиясында жаңа бағдар витагендік оқыту әдісі тілдерді меңгеруге айтарлықтай пайда келтіретіндігін өз тәжірибемізде сынап көрдік. Оқытудың бұл технологиясын Ресейдің педагогикасы ғылымының академиясының академигі, ғылымға еңбегі сіңген қайраткер Белкин ұсынған болатын. Оқытудың бұл теориясы мұғалім мен оқушының шын мәнінде ынтымақтасып, нақты нәтижеге жетуге болатындығын көрсеткен еді. Оқыту үрдісінде витагендік әдісті жүзеге асыру голографиялық тәсіл негізінде өмірге байланысты жүргізілсе, оның танымдық қызығушылықты жетілдіруге ерекше ықпал ететіндігін тілдерді оқыту тәжірибесінің әр жақты байқауға болады. Бұл жерде голография деп отырғанымыз ұғым түсініктегі әр жақтылық. Былайша айтқанда, оқушы кемінде 3 ұғымды тоғыстыра алуға машықтануы тиіс екендігінде. Білім алудағы негізгі ұғым түсініктерді өздігінен ойлаумен жалғастырып, өзінше ізденумен пайымдауға қол жеткізетін, соған ынталандыратын жосық. Витагендік әдіс, яғни ынтымақтасудың нәтижесінде білімдік таным түсінікті өздігінен ізденіп, өздігінен ой топшылайтын пайымдауға әкелетіндіктен тілдерді оқыту
ға бойлайша жүзеге асырылады.